Балдар бізде қазір қазақ тілі сабағы жалпы есім және жалпы есімі. Естеріңде болатын болса, біз өткен сабақта қандай тақырыппен танысып едік? Тамаша. Ондай болса сабақты бастамас бұрын біз бір-бірімізге ізгі тілек әдісі бойынша тілек тілеп алайық. Гаухар, бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Күнде жарқырап жүре бер. Сабағыңды тез кеуіп отқан. Аспан ашық болсын. Сәттілік. Зейінің ашылсын. Түйінің ашылсын. Сәттілік тілейік. Аспаның ашық болсын. Зейінің ашылсын. Бүгінгі күнге сәттілік тілейік. Бейкім болмауын. Аспаның ашық болсын. Зейінің ашық. Сабағыңды беске оқы. Бүгінгі күніңізге сәттілік. Тамаша, осылай күндегі күндер әдемі көңіл күйде бола берулеріңе әрдайым тілектеспін. Тамаша, олай болса балдар, үй тапсырмасына қандай тапсырма берген еді? Естеріңде бар? Тамаша, үй тапсырмасын кім оқып жүреді? Айсана оқи ғой. Екен, төкен, тете, екен, тете, екен. Өте жақсы, тамаша. Мұнда балдар, жалпы есімдер қайсы сөздер байқап қараңдаршы? Тамаша, ал енді бұдан келіп, жалпы есімдер дегенімізде ережесін байқап жүреді. Нұрай айта ғой. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жануарларға қойылған есімдердің бәрі бас әріппен жазылады. Тамаша. Кім толықтырып айтып жүреді тағы қосымша? Айта ғой Қаншайым. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жануарларға қойылатын атаулар жалпы есім деп аталады. Жалпы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, Әлия, Іле, Қазақстан. Тамаша, өте жақсы жарайсың Қаншайым. Олай болатын болса балдар, енді мен сендермен бірге кішкене жылдамдықтарыңды байқап жүрейін. Жүгірді сөзіне кім айтып жүреді сөйлем құрастырып? Айта ғой Нұрай. Берген үнемі таңертең жүгіреді. Тамаша, бұнда жалпы есім қай сөз? Берген. Тамаша, Нүрбексен айта ғой, секірді. Әсен азанда ұйқыдан тұрған соң таңбасын ішіп секірмекпен секірді. Тамаша, өте жақсы. Ал енді олай болса, ұйықтады. Бекнұр айта ғой. Ұйықтады. Бекнұрға көмектесіп жіберейік. Айта ғой Айсана. Айсана айта ғой. Сәуле күнде кешке жақын сағат 9-дарда ұйықтайды. Тамаша, ұйықтайды. Ал енді олай болса, бұлар арнарда не болады сөзіне кім айта алады? Інжу айта ғой. Әсеттің мышыға тамақ жегісі келіп не болады? Тамаша, өте жақсы. Олай болатын болса балдар, ары қарата сабағымызды жалғастырайық. Мына жерде үй тапсырмасына жақсы жауап берген оқушыларға, ережені айтқан оқушыларға бағалауды мен түсініп кетейін. Мына жерде балдар сендерді мен күн шапағаттарымен бағаламақшымын. Себебі күндерің әр кезде күндей шуақты, бір-біріңе мейірімді, шапағатты болыңдар деп күн шуақтарымен бағалағалы отырмын. Ары қарата мына жерде Айсана жауап берді сұрақтарға өте жақсы. Нұрай жауап берді өте жақсы. Нүрбексен жауап берді. Себебі жауап берген оқушылар бағалаусыз қалмағаны дұрыс. Бекнұр жауап берген болатын. Қаншайым бағалады. Өте жақсы. Ондай болса болар алдағы уақытта дұрыс бағалануға тырысайық. Ары қарата сабақты жалғастыратын боламыз. Барлығымыз оқулығымызға қараймыз. Оқулыққа қарасақ, оқулықта қандай тапсырма берілген? Бірінші, мына жерде 52-ші бетті ашамыз, 52-53-ші беттер. Бұл жерде бізде бірінші тапсырма берілген. Балдар қарай қойыңдар. Оқулықты ашып көріп отырыңыздар? Бірінші тапсырмада не берілген екен бізге? Мұқият қараймыз, зер салып. Мұқият зер салып қараймыз.
бұл жерде бізге не істеңдер деген өлеңді түсініп оқыңдар деген. Ал тақтадағы өлеңді маған кім оқып жібереді? Қане, үнжу оқи ғой. Сәлем берген біздерге қай балалар, бұл біз ғой немерелер. Үлкенге сәлем береді деп шулап аталардың аламыз баталары. Өте жақсы, тамаша. Тағы да өлеңді кім оқып жібереді? Айтып оқи ғой. Сәлем берген біздерге қай баталар, бұл біз ғой немерелер. Үлкенге сәлем берді деп шулап аталардың баталарын аламыз. Аламыз баталарын. Өте жақсы балдар. Олай болатын болса балдар, бұл өлеңде не туралы айтылған екен? Ал балдар, жалпы бата дегеніміз не? Бата дегеніміз не? Батаның қандай түрлері бар? Айта қойыңдар. Бата дегеніміз үлкендер бізге беретін тілектер. Я, үлкендер бізге тілек айтады дейді, я? Өте жақсы. Ал балдар, батаның қандай түрлері бар? Қандай түрлері? Батасын, бата жерге жатпасын, осы отырған бәрімізді бір Құдайым сақтасын. Тамаша. Балдар, батаның қандай түрлері бар? Айта қойыңдаршы. Қазір Гаухардың айтқан батаның қандай түріне жатады? Асқа берілетін, тамаша. Дастарханға берілетін бата, я? Тағы да. Тағы қандай түрі бар? Балдар, алда қандай мереке келіп жатыр? Наурыз мерекесі келіп жатыр. Ол кезде балдар қандай тағамдар дайындалады? Тамаша, бауырсақтар, қазақтың ұлттық тағамдары. Балдар, дастарханға ас келген кезде бірінші не істейді? Бата береді. Тамаша, батаны кімдер береді? Өте жақсы. Енді соның бір түрін бізге кім айтып бере алады? Айта қойыңдар. Батам батпасын, батам жерге жатпасын, осы тұрған бәріміз бір Құдайым сақтасын. Тамаша, өте жақсы. Олай болатын болса, тақтадағы берілген бата түрін есімдерге бата дегеніміз не? Жақын ғана түсінікпенен тыңдай қойыңдар. Қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрлерінің бірі бата. Бата, тілек, ақ дастархан басында, түрлі тойларда, жақсылықтарда айтылады. Бата арабтың фатеке деген сөзінің қазақша айтылу түрі. Оның мағынасы алғыс айту, ақ ниет, тілек білдіру деп беріледі екен балдар. Яғни балдар, біз үлкендерден бата алуға не үшін асырады екенбіз? Не үшін асырады екенбіз? Себебі ол кісілердің бір айта ғой. Үлкендердің батасы жоқ болсын, сенің ісін ала жүрмейді. Яғни бізге ол кісілердің батасы арқылы не істейді екенбіз? Өсеміз, өнеміз, жолымыз болғыш болады деген оймен, пікірмен батасын алуға тырысады екенбіз. Айсан айта ғой. Жолға да, жолға кетіп бара жатқанда да бата. Тамаша. Аталары, әжелері де береді. Жолға шығып баратқанда да. Таңғастан соңында бата береді. Міндетті түрде, Шәмсия айта ғой. Сол кезінде. Тамаша. Енді тағы бір бата түрін айтып жіберетін адамдар бар бізге екен? Айта ғой. Сонда Бекнұр айтамын дейді. Айта ғой Бекнұр. Саханым бай болсын, қардан ұшақ қай болсын, бір тілегін сай болсын, қардан ұшақ қай болсын. Тамаша. Көрдіңдер ме балдар? Бата айтасың ба? Айта ғой. Дастарханның жайлығын берсін, отбасымыздың амандығын берсін, аумин. Өте жақсы. Олай болатын болса балдар, өте жақсы. Бата туралы түсіндік қой, батаны кімдер беретінін білдік қой, ары қарата тапсырма орындауға көшейік балдар. Алға қарата жылжимыз. Енді оқулықта қарасаңдар, қай жаттығу берілген екен? 35 жаттығу. Мұнда бізге не істеңдер депті? Берілген баталардың қай кезде айтылатынын тауып, сәйкестенді депті. Балдар тақтаға мұқият қараймыз кәне? Бұл жерде байқап қарасаңдар, берілген сөздерді бізге кім оқып жібереді? Шәмсия оқиды. Шәмсия оқысын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Тамаша, ең қызы. Қалбай болсын қалабың, ашылсын күнін қарағым. Тамаша, келесі күн рас оқи ғой. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Тамаша, енді сендерге несіне деген келесі бетте не берілген бізге? Енді осы жердегі берілген сөздерді бір-бірімен біз не істеуіміз керек екен? Ал тоқтаңдар, қаншайым айта қойды?
балдар біздің айтқан мәліметтеріміз қаншалықты рас, қаншалықты дұрыс емес екен, дұрыстығын көз жеткізіп көрейік. Ал қарай қойыңдар. Міне, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бұл қай кезде айтылады екен? Өте жақсы дұрыс айттыңыз, иә балдар, иә? Таудай болсын талабым, ашылсын тілім, қарағым. Бұл қай кезде екен? Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Өте жақсы, жарайсыңдар балдар, тамаша. Енді біз өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрін бойымызға өте жақсы сіңірген екенбіз, иә? Олай болатын болса балдар, енді қазір сендермен бірге мына жерде біз серіктің жаттығуын жасап көрсек деген ойдамын. Картамыздың шетіне шығамыздар, әдемі картамыз. Жан жануарларға
түсіндік пе балалар? Енді өздерің байқап отырғандай, бұл жерде бізге өткен сабақ бойынша жалпы есімдерге мәлімет берді және бүгінгі өтіп жатқан кеше ғана өткен жалпы есімдерді сендерге қандай болып жасалатынын, қалай жасалатынын тұжырымдап естеріңе салып жатыр. Міне осылай қайталап есімізге түсіріп тұрсақ, біз жазба жұмысын жазғанда ешқандай қателеспейтін боламыз. Үнемі есімізге сақтауымыз қажет. Олай болатын болса, балдар, дәптеріңізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, сынып жұмысы мұқият әдемі жазамыз. Сынып жұмысы 36-шы жаттығу. Болса оқулыққа қараймыз. Кім болды? Болғандар қаламсабымызды қойып белгі береміз. Олай болса, 36-шы жаттығуда не берілген оқушы Ренжу? Не депті мұнда? Берген сөздердің ішінен жалпы есімдерді теріп жаз. Ақсақал, немере, қала, Тараз, Қазақстан, Қаратау, Мағжан, Ақын, Іле, Ата. Бұл жерде сен түгел берілген сөздерді оқыдың, енді осының ішінде не істеуіміз керек екенбіз? Жалпы есімдерді тауып жазуымыз керек. Ренжу. 36-шы жаттығудан жалпы есімдерді де қос нүкте қойып, жалпы есімдерді тақтада берілген. Балалар, мұқият қараңдар. Мына жерде берілген жалпы есімдерді біз не істеуіміз керек? Тауып жазуымыз керек екен. Жалпы есім. Өте әдемі жазамыз. Әріптерімізді дұрыс таңдалаймыз. Қосымша жаза береді. Қаламсабымызды аламыз. Мен сендер жазып жатқан кезде берілген тапсырмалар бойынша бағалап тастайын. Шынсия. Келесі Нұрай. Расыл жауап берген болатын. Айым жауап берді. Айым бағалау парақшаларымызды бөлек жинап отырсын. Перзент жауап берді менде. Бағалау парақшаларымызды бөлек қойды. Қаншайым жауап берді, өте жақсы қатысып отыр сабаққа. Бекнұр, бата түрлерін өте жақсы айтты. Ақсен. Мына жерде Инжу болды. Инжу өте жақсы жауап беріп отырды. Балдар, бұл жерде кім қанша сұраққа жауап берді? Соған қарай бағаланып отырамыз, Инжу, сен дұрыс бағаладың ба? Нұрай? Дұрыс, жалпы есімдерді жазамыз, балдар. Инжу, жазған сөздерді оқып жүрсең бола ма? Жалпы есімдер: Қазақстан, Тараз, Мағжан, Іле, Қаратау. Өте жақсы. Болғандар қаламсаптарымызды қойып белгі береміз. Енді тақтаға қараймыз. Ережені бізге Нұргелді оқып жүріп, Нұргелді оқи қойды. Жалпы есімдерден басқа зат есімдер жалпы есім деп атайды. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Ауыл, әже, қос, көше. Тамаша, отыра ғой. Балдар, үйде ереже дәптеріңізге жазып,
және жаттап аламыз. Себебі Бекнұр келесі сабақта жалпы есімдер мен жалпы есімдерді ажырата білуіміз қажет екен. Бұл ереже сендердің оқулықтарында берілген. Оны ереже дәптерге міндетті түрде жазып жаттаймыз. Олай болатын болса балдар, енді келесі болып бағымыз. Өте жақсы. Болып қоя. Енді болсаңдар, келесі жаттауға назар аударайық. Келесі жаттығуда не берген екен бізге? Нешінші жаттығу қарай болыңдар? 37-ші жаттығу екен. Өте тамаша. 37-ші жаттығуда Ерназар бізге не істегендерді қарай бол. Мақалды көшіріп жаз. Мақалды Нұрпейжанға көшіріп жаз дейді. Ал бұл жерде берілген мақалды Нұрпейжан оқып жібереді. Мақалмен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Тамаша. Ондай болса, тақтаға бізге осы мақалды жазуымыз керек екен. Кім жазғысы келіп отыр? Керек отыр Шәмсия. Нұрпейжан оқыды, өте жақсы. Енді Шәмсия тақтаға не істейді? Жазады екен, өте жақсы. Сен өзің бағалауын бөлеп алып отыр. Бағалауын бөлеп ал. Нұрпейжанға бағалау берейін. Ережені міндетті түрде жасауымыз керек екен, міндетті түрде жасауымыз керек. Бұл жерде мақал балдар не туралы екен? Бата туралы екен, өте жақсы. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Расыл. Жас болсаң, қаламсағыңды орнына қоя қой. Сөйтіп ережені ішімен жаттап отырсаң болады. Ұмытпаймыз. Мақалды жаттап отырамыз. Шәмсия өзің жазған мақалын оқи ғой. Мақалмен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Тамаша, өте жақсы. Енді бұл жерде біз Шәмсияға оқуға рұқсат жоқ, себебі ол жерде бізге тапсырма берілген астында. Жалпы есімдерді тап депті. Енді Шәмсия, Нұрпейжан өз табына мүмкіндік берген, табылмаса көмектесетін боламыз. Шәмсия, енді осындағы жалпы есімдер қайсы? Мына батамен. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Астын сызамыз. Бұл жердегі жалпы есім қайсы? Сұрақ береміз, міндетті. Дұрыс айтады Нұрпейжан. Балдар, Шәмсия дұрыс сызды ма? Қараңдаршы? Екеуін де астын сызылу керек пе еді? Батамен ер көгерер дегенде қай сөздің асты сызылу керек еді? Батамен дегенде ер сөзі, ал жаңбырмен дегенде жер. Көгерер деген сөздің астын жүресізден болады. Ер мен жер сөзінің асты не істелу керек екен? Сызылу керек екен. Қандай сұрақ қойылады екен? Қандай сұраққа жауап береді екен? Ер дегенге сұрақ қойып көріңдерші. Айтып отырайын. Ер дегеніміз ол. Дұрыс қой. Бірақ қандай сұрақ қойылады? Дұрыс кім? Ер. Ал жер дегенде? Жер. Өте жақсы. Ана бағалауға ашқан түсіп қалды бағдар. Бұл жерде балдар бізге жалпы есімдерді таба білуіміз керек екен, және оны ажырата білуіміз керек екен. Кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретінін Наталья естеуіміз керек екен. Ережені жазып
мұқият жаттап және дәлелдей білуіміз керек екен. Енді олай болатын болса балдар, өткен сабақтарға байланысты мен сендерге мына жерде тест жұмысын дайындап келген болатынмын. Өткен сабақтарға байланысты. Бұл жерде ешқандай да жаңағыдай сырттан еш нәрсе алған жоқпын. Сендерге осы өзіміздің өткен сабақтарымыз бойынша тест жұмысын дайындап келдім. Сендер бұл жерде мен берген парақшама аты жөндеріңді жазасыңдар және қайсысы дұрыс, соны не істейміз? Белгілейміз міндетті түрде. Бірінші балдар мұқият оқып аламыз. Бірінші мұқият оқимыз. Содан соң барып не істейміз? Белгілейді екенбіз. Бірінші мұқият оқимыз. Сосын біздің белгілегенімізге қарай тиісті бағалау парақшаларын міндетті түрде аламыз. Аты жөнімізді жазуды ұмытпаймыз. Аты жөнімізді жазамыз. Рас өзіміз ойлаймыз. Біз 2 күннен бері айтып жатырмыз осы жалпы есім және жалпы есім туралы. Соны есімізге түсіріп, Хорошо, а теперь белгілейміз. Бірінші мұқият оқимыз және өте әдемі белгілейміз. Қателеспейтінге тырысамыз.
Нұрперзент бірінші сұрақтан шықтасып кеттіңіз, е? Бесінші сұрақтан Нұрперзент қателескенбіз. Мен біткен оқушыларға мына жерде бағалау парақшасын беремін. Мына жерде бөлек коэффициенттерді мында қойды. Ерназар, кел. 3 сұрағын дұрыс емес, Ерназарға бер. Мына жерде Ақберен. Кел Ақберен. Ақберен дұрыс жауап берген. Одан кейінгі Нұрсая. Нұрсая үшеуі дұрыс емес, сендер. Қаншайым дұрыс, сендер. Нұрперзент төртеуі дұрыс емес. Мен маған 9 сұрақ берген болатын, иә? Үнжі дұрыс. Айым дұрыс екен. Біреуі дұрыс емес. Қалғандар тез-тез көрейік. Айымға 2 жұмыс беріп кетті Айым. Шәмсия дұрыс. Асанға дұрыс. Нардай, кел. Нұргелді, Нартайма. Нұргелді. Нұргелсің төртеуі дұрыс емес. Мына жерде Айсана кел. Айсана. Шәмсия. Нұрай. Нұрасу. Нұрасы саған көбірек дайын жеткізер екенсің, себебі ереженің біраздарын жаңылыстырып алған сияқтысың. Кімде қалып жұмыс? Гауһарда ғана ма? Гауһар көше түрлерін меңгеріпсің, бірақ сен шатастырып отырсың, е? Бөлме деген сөзге қойылатын сұрақты шатастырыпсың, бөлме деген сөзге қандай сұрақ қойылатын білмейсің бе? Шатастырыпсың бұл жерде, е? Балдар, келесі сабақта сендердің осы кімде қалып жұмыс? Бәріміз бердік па? Балдар, келесі сабақта бұл жерде кім жалпы есімдер мен жалпы есімдерді меңгермеді, соған қарай қосымша тапсырмалар дайындап келетін боламыз. Сол кезде біз қосымша деңгейлік тапсырмалар орындайтын боламыз. Енді олай болатын болса балдар, ал қайталау жүргізіп жіберейік. Жалпы балдар, жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есім дегеніміз не? Қане, кім маған пысықтап айтып жібереді? Жалпы есім дегеніміз. Жалпы есім емес, тақтада жалпы есім. Жалпы есімді айтып жіберетін оқушы бар ма? Ал жалпы есім. Айым айта ғой. Тақтай жалпы есімді айтқым келіп отыр ма? Айсана? Айта ғой, аға. Кісінің аты жөні, жер суаттары, жануарларға қойылатын атаулар жалпы есім деп аталады. Жалпы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Тамаша. Ал енді арқарада бүгінгі өткен жалпы есімнің ережесін кім пысықтап айтып жібереді? Айта ғой бендім. Жалпы есімдерден басқа зат есімдер жалпы есім деп аталады. Ол үнемі кішкентай әріппен жазылады. Ауыл, көше, әже. Тамаша. Өте жақсы. Балдар олай болатын болса, үйде ереже дәптерге міндетті түрде жазамыз және осы ережені жаттаймыз. Енді балдар, мұқият қарасаңдар, оқулықта келесі бізге берілген қандай тапсырма екен? Тамаша, 18 жаттығу берілді. Ерназар оқиды деп ойлап тұр. Ерназар оқып береді. Бізге берілген
жақсы жауап беріңіздер. Так, кім оқиды? Ұйқасы дана, дананың ұйқасы сана, даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала. Бұл жерде балдар бізге не белгісіз болып тұр екен? Не белгісіз болып тұр? Бұл жерде ұйқасын бізге тауып оқуымыз керек екен. Дұрыс берілген, дұрыс берілмегендігін не істеуіміз керек екен? Анықтауымыз керек екен. Алмасая оқып жүре ғой. Дананың ұйқасы дана, Ұйқысы ма? ұйқасы. Ұйқасы. Ұйқасы дана, дананың ұйқасы сана, даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала. Өте жақсы балдар. Енді олай болатын болса, барлығымыз оқулығымызға қараймыз, кәне? Оқулығымызға қараймыз. Енді бұл жерде балдар, біз бүгінгі өзімізге берілген жаттығуларды мұқият өз деңгейінде не істедік? Орындадық. Енді олай болатын болса, дәптерімізге былай деп жазып алайық. Дәптерлерімді ашып қойыңдар. Дәптерге жазамыз. Дәптерге жазамыз. Үй жұмысы. Бата деп жаздыр, арқата бездерді түсіндіретін болғаны. Жазып бат. Дәптерге жазамыз, бата. Енді олай болатын болса, балдар, біз бүгін жалпы есімдерді өткен кезде бата түрлеріне көбірек тоқталдық. Енді сендер үйде ережені жаттаймыз және осы өзіміз бүгін көп айтқан бата түрлеріне тоқталатын боламыз. Алда қандай мереке келе жатыр деді? Наурыз мерекесі. Наурыз мерекесі не істейді балдар? Яғни ол кең ауқымда тамаша кең ауқымда тойланады. Ұлттық киімдер киеміз де дұрыс. Ұлттық нелер пісіріледі? Тағамдар пісіріледі. Алпақан киеміз. Дұрыс. Ұлттық ойындар ойнатылады дейді. Өте жақсы. Балдар көп бар ойнаймыз. Өте жақсы. Алпақан киеміз. Асық ойнаймыз. Өте жақсы. Тамаша. Балдар тамаша. Олай болатын болса үйде сол наурызда ұлттық тағамдарымызды ішіп жеген кезде бата беретін бата түрлерін жазып үйде өзімізге ұнаған батаны не істейміз? Жаттап аламыз. Келесі сабақта ережемен бірге бата туралы сұрайтын боламын. Енді балдар олай болатын болса, біз бағанадан бері не істеп жатырмыз? Өзіміздің жасаған еңбектерімізге қарай сендерге бағалау парақшаларын үлестіріп отырмын. Қазақстанның келешек күндей жарқыраған ұрпақтары кімдер? Әрине сендерсіңдер. Ал енді біздің білімді ұрпақтарымыз кім қаншалықты бал жинады екен мына жерде? Аты жөнімізді жазамыз. Кім қанша бал жинағанын мен берген парақшаларға жазып, қайда барып жазсамыз? Парағына барып жазсамыз. Аты жөнімізді міндетті түрде жазамыз. Асықпаймыз, жай балдар, жай. Жазамыз.
жауап бергендеріне қарап, әрқайсымыз өз деңгейімізде бағалау парақшаларын алып, бұл жерге мен қарамадым, өздерің санап іздеңдер. Жақсы тұрыңдар. Бізде ең жоғары балалған кімдер екен? Нұрперзент, Ханшайым, Нұрай, бұлар өте жоғары. Бүгін сабаққа өте белсене қатысты. Және мына жерде сонымен бірге Інжу, Нұрасыл, Айым, Ақберен, Айсана, Шәмсия, бұлардың барлығы бүгін сабаққа. Мен жеті балым. Мен көрдім, өте жақсы. Енді алдағы уақытта бұл балдарды бұдан да жоғары деңгейде алуларына болады. Енді менің сөзім әдісім бойынша кері байланыс беріп көрейік. Менің сөзім әдісі бойынша мен сендерге сұрақ берейін, сендер маған жауап бере қойыңдар. Балдар, біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Жалпы есім тура. Тамаша. Тағы? Жалпы есім туралы, жалпы есім. Тамаша. Айта қойыншы. Бата туралы. Бата туралы. Тамаша. Нұрай. Бата түрлері жаттадым. Өте жақсы. Тағы не туралы білдік? Бүгінгі сабақта тағы не туралы білдік? Айта қой. Наурыз туралы. Тамаша. Тағы не туралы білдік? Наурыз қандай мереке екен? Айта қой. Наурыз қазақтың жаңа жылы. Тамаша. Айта қой. Айым екен? Қандай екен Наурыз? Наурыз қазақтың жыл басы. Тамаша, жыл басы дейді. Наурыз қазақтың ұлттық мерекелеріне жатады. Тамаша. Балалар, наурызда біздің табиғатымызда, айналамызда қандай өзгерістер болатын еді? Тамаша. Өте жақсы. Келесі сабақты жалғастыратын боламыз. Сабағымыз осымен аяқталды.